Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Бір ғана жұмыртқамен осындай сочный, үлпілдек, әрі аралар бір тегісте пісіп шығатындай оладьилар жасайтын боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға бір жұмыртқа саламыз. Одан кейін 70 грамм шекер, 250 мл айран саламыз. Енді осыны жақсылап араластырып, венчикпен шекерді ертіп алуымыз қажет. Енді жарты шай қасық тұз, жарты шай қасықта ас содасын саламыз. Осын жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде ас сода мен айран реакция беріп, осындай көлемі көтеріліп, айранның осылай болып шығады, қараңыздар. Енді ұнды 2-3 рет бөліп отырып салатын боламыз. Оның қанша көлемде кетуі сіздердің айранның қою немесе сұйықтығына және де жұмыртқаның үлкен немесе кішілеуіне байланысты қолданасыздар. Бірден қосып жермеңіздер, осылай бөліп отырып салып, жақсылап араластырып отырыңыздар, сол кезде комок болып қалмайды. Қазір мен соңында қандай қоюлықта болу керектігін көрсетемін. Сондай қоюлыққа келгенге дейін ұнды қосып отырып, осылай араластырып отырып жасап аласыздар. Мінеке қараңыздар, міне осындай қоюлықта болу қажет. Қызып тұрған табамызға алдымен сұйық май құямыз. Міне осынша көлемде сұйық май жеткілікті. Біздің оладьилар пісіріп алу үшін майды қыздырамыз да, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Жоғары отқа қоймаңыздар, оладьи жылдам пісіп, аралары шекі болып қалуы мүмкін. Сол үшін орташа отта осылай асықпай пісіріп алыңыздар. Осылайша бір жағы піскеннен кейін аударған сәтте жақсылап көтерілетін болады. Осылайша екі жағын қызартып пісіріп аласыздар. Осылайша сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Егер рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қазақша каналдың дамуы үшін өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Қараңыздаршы, міне осылай аралар бір тегісте пісіп, сочный болып келеді. Дәл осы рецептпен бір жасап көріңіздер. Ас болсын.